Гаухар, авторы Талғат Кеңесбай. Бұл әңгімеде зәулім сарайда тұратын Гаухардың неге бақытсыз екені баяндалады. Сондықтан әңгімені соңына дейін тыңдап, өзіңізге ой түйсеңіз болады. Толған айды төңкеріп тастап, ертістің тоңазыған бетіне қып-қызыл қына шашып, күндіз-түні қаланың қара түтінін үн-түнсіз жұтып жатқан момын қарағайлардың басына шапшаң өрмелеп шыққан күннің шапағы еңселі үйдің үлкен-үлкен терезелеріне кірпіктерін жебедей қадады да, мамықтай өпілдеген ақ жібек перденің сақина көздерінен тамып-тамып түскен ұсақ сәулелер түнемелдің бұрыш-бұрышына сынаптай сырғып келіп, төсекте ұйықтап жатқан сұлу келіншектің бүлде жамылғысына жабысты да, буға айналып көтеріле берді. Бөлме іші әп-сәтте қараңдап бара жатты. Керілгенмен көзін ашпаған келіншек сүйрік саусақтарын созып, маңайын сипалай бастады. Есікті ақырын ашып, аяғын білдірмей басып келе жатқан күйеуі тізесін орындыққа соғып алды. Гаухар көзін ашты. Не болды? Ұйықтай ғой. Жанына келіп отырған күйеуі құшақтап, әппақ тамағынан сүйіп, қап-қара шашын тарамдап қойды. Ұйықта, жаным. Аха. Қазір мен жуынып алайын, кофе ішесің бе, әлде шай ма? Не ішсем екен, деді Гаухар еркелеп. Демала ғой, мен қазір. Музыка қойшы. Күйеуі бөлмеден шығып бара жатып, музыка қосып кетті. Секен Тұрысбековтің көңіл толқыны. Мың-миллион алқызыл гүлдер, гүлдерден де көп аппақ көбелектер. Ақырын-ақырын жел соғып, тербеліп кеткенде, көбелектер де ғайып болып кетті. Гүлдердің басы үзілердей қалт-қалт етіп, дала өртеніп жатқандай, дәл қазір күйіп кететіндей, енді тіршілік үзілетіндей. Жоқ, мүлдем олай емес. Желкене тына қалып, сол кезде көбелектер қайтадан гүлдермен сағынысып қауышып, тіршілік сыйлаған әлемге қуанып, шаттанып, өмір биін билеп бара жатқандай. Компотты жылтып әкелдім, деп жарты сағаттан кейін күйеуі келді. Неге мұздай суға келмедің? Деп Гаухар күйеуіне мейірлене күлді. Иә, саған суға келемін. Ойыңда бар ма? Делеге барғанда суық су ішемін деп қалай ауырғаның, деді. Гаухар үнсіз. Мен жұмысқа бара берейін. Шетелдіктермен келіссөз жүргізуім керек. Қазір Меруерт келеді. Таңғы астарыңды ішкен соң есеп-қисабыңды жақсылап қарап шығарсың. Кешке қонақасыға кешікпессің. Гаухар ақырын жымиып қойды. Терезені ашшы. Күйеуі жатын бөлмеден шығып бара жатып, үлкен терезелердің перделерін ысырды. Жап-жарық. Гаухар төсектен сергек тұрды да жуынып аулаға шықты. Бақша ішіндегі гүлдер мен қайың, шыршаларды дәл бүгін алғаш рет көргендей қарап тұрып қалды. Буырқанып, шымырланып, фонтан атқылай бастады. Васяғай маладес, әйтеуір менің көңілімді тауып отырады деп іштей бағбан шалға риза болды. Қайырлы таң, деді күтуші әйел мол денесін бұрып. Таңғасты қай жерге барайын? Бақшада ішейін, Таңқурайдың жанына апарыңызшы. Құдай-ай, деді күтуші әйел ашуланған болып. Қазір көресің, сенің мазаңды ана қақпа салып, шайды да іше алмассың. Меруерт келуші еді, күзетшілерге айтарсыз, қақпаның алдында тұрып қалмасын. Күтуші әйел маймаңдап үйге қарай кетті. Қызым, жақсы ұйықтадың ба? Деп айғайлай сөйледі бағбан шал. Гаухар оған қолын бұлғап, алты қанат киіз үйдің орнындай айналдыра отырғызылған Таңқурайдың ортасындағы дөңгелек сәкіге барып отырып еді, тұмсығын шиқылдатып, сұр тиын келе қалды. Қап, конфеттің болмай қалғанын қараш. Тунапай, деп айғайлап қалып еді, құйрығын сүйреткен кішкентай тиын ағаш басына бірақ өрмелеп шықты. Тиінге қарап отырып, Хайнян аралында пальма ағашының басына өрмелеп шыққан арық Қытайдың кокосты үзіп алып әкеп беретіні есіне түсті. Қолына $20 ұстата салып еді, қайтадан пальма басына өрмелеп, тағы біреуін әкеп беріп, тұра қашты. Ештеңені түсінбей қалған Гаухарға алан күлімсіреп, ол сен тағы бір $20 береме деген ғой. Ақшадан қашып бара ма? Иә, ханым, елдің бәрі сенің күйеуің ғой дейсің бе? Ақшадан қашпайтын, деген ауланың дауысы суық шығып еді. Апай, қайырлы таң, деп үстіне әдемі көкшіл көйлек киген Меруертке көңілді көздері күлімсіреп тұр. Апай, қалайсыз? Ой, Мика, сен қандай әдемісің? Сізге еліктегіміз келеді, апай. Айнұр менен де әдемі. Сөз жоқ, прекрасно, деп Гаухар алақанын шапалақтады. Екеуің де принцессасыңдар. Рахмет, деді сұлу қыз күлімсіреп. Келгенің қандай жақсы болды, жаным. Қазір таңғы асты бірге ішетін болдық. Осымен көптен ойлап жүрмін.
Айнұр екеуіңді Стамбулға бір жылға достарымызға айтып, сол жаққа жұмысқа орналастырғым келіп жүр. Ойбай апай, деді Меруерт көзі бақырайып. Біз ол жақта не істейміз? Әлде біз сізге ұнамай жүрміз бе? Жоқ, о не дегенің? Сендерден айналайын. Жалпы сауда мәдениетін түріктерден үйрену керек. Еуропаның қай қаласына барсаң да, біздің түрік туысқандарымыздағыдай жоғары деңгейде қызмет көрсете алмайды. Мен шошып кетсем, апай, құжаттарды қарай бересіз бе? Меруерт сөмкесінен шағын ноутбук алып шықты. Міне, электрондық нұсқалары. Осы кезде күміс подносты толтырып күтуші әйел келді. Астарыңыз дәмді болсын. Сізге рахмет, шайды өзім құярмын. Күтуші әйел тез басып кетіп қалды. Дәм ала отыр. Рахмет апай, есеп-қисапты қарай отырасыз ба? Керегіне саған сенеміз ғой. Бағбанжал шөп шабатын агрегатты әрі-бері дырылдатып тоқтамай жүр. Күтуші әйелді шақырды. Тыңдап тұрмын, деді ентігіп. Ақсақалға айтшы, біз шай ішіп алғанша қоя тұрсын. Мені тыңдағысы келмейді қырсық шал. Бүгін немересінің туған күні екен. Ертерек қайтқым келіп тұр дейді. Жаңа бір тиынды ұстап алған екен, немересіне қайтадан босатып жібердім. Гаухардың ойына бағбаншалдың күнде таңертең келіп, әр гүлдің мінезін айтып, біраз әңгіме айтатыны есіне түсті. Атамыз таң атпай ішіп алған екен ғой. Маған конвертке салып $300 әкеп беріңізші, деп күтуші әйелге күлімсірей қарады. Не, базарға бармақсыз ба? Алан Рахметович білсе, мені өлтіреді, деп күтуші әйелдің көзі шарасынан шығып кетті. Өтінемін апай, мен жоғарға көтеріліп, сейфті ашпай қояйын, деді Гаухар еркелеп. Бағбаншал резеңке етігімен жер тепкілеп, агрегатты қақалтып шашалтып әрі бер жүр. Гаухардың есіне зират басынан келгеннен кейін есіктің алдында тұрған шешесінің етігін бауырына басып, құшақтап тұрып жылағаны түсті. Анашым, келесі жылы мектепке апарам деп едің ғой. Осындай әдемі етікті мағанда әперемін деп едің ғой. Мен қайда қалдым? Мамау, апай, деді Меруерт оның ойын бөліп. Таңғы шайыңызға рахмет, мен жұмысқа барайын. Иә, айтпақшы, мен де бірге барайын, тағы не шаруа бар? Келесі айда бауырым үйленуші еді, кредитке костюм, шалбар, қалыңдық көйлегін алсам деп едім. Өз дүкенінен өзің кредит аласың ба? Енді апай. Дима, машинаны дайында, деді. Қайсысын? Джипті. Ұзын бойлы бұққағар жігіт гаражға қарай кетті. Мен қазір, деп Гаухар үйге кіріп кетті. Меруерт сәкіде отыр. Күтуші әйелмен бағбан шаң-шұңқ етіп ұрысып алды. Шал қақпадан шығып бара жатып, күтуші әйелді оңдырмай балағаттады. Старая карга. Осы кезде үйден аяғына ақ кроссовка, бозғылт джинсы киген Гаухар шықты. Қапқара көзәйнегін бір алып бір киді. Дима, дайынсың ба? Лексустың жанында тұрған Дима басын изеді. Гаухар өмірзақымна, ана қақпастан $100 қайтарып алдым. Оларға 200 көп, алқаш, оңбаған. Ертең көресіз, арақ ішіп жұмысқа шықпайды. Немересіне сыйлық ретінде беріп едік қой. Ол қақпасқа? Енді мұндайды қайталамаңыз. Сол ақшаны өзіңіз алыңыз. Не дегеніңіз? Өтінемін. Сіздің есебіңізге жазылған. Міне, қайтарамын, деп көк қағазды Гаухарға берді. Күтуші әйелге Дима қабағын түйіп еді, маймаңдап қазандық жаққа қарай кетті. Дима, андағы рацияңды мен ұстай тұрайын. Жаңа таңғы шай ішкен жерімде ұялы телефоным қалып қойыпты. Қазір. Тез машинаға отыр, деді Меруертке. Өзі арбаңдап кетіп бара жатқан оққағарға қарап қойды. Дима үстелдің жанына келіп, айналасынан ұялы телефонды іздеп жатқанда, джип қақпадан шығып үлгерді. Осы үйден шықсам болды. Өзімді сондай жақсы сезінемін. Ағаларың да мына оққағарды менің жаныма байлап қойды. Әрең дегенде құтылдық қой. Аппақ джип аспалы көпірдің үстімен ойнақтап, трамвай желісін бір кесіп өтті. Апай, ақырың жүрмішші, деді Меруерт көзі бақырайып. Неге сонша қатты жүргізесіз? Әлгіден қашқан түрім ғой, терезені ашты да рацияны асфальтқа лақтырып жіберді. Пәле болды ғой мынасы. Олар 3 қабатты сауда үйінің алдына келіп бірақ тоқтады. Ал Мика, 3-ші қабатқа ешкімнің көзіне түспей көтеріліп кетейік. Онда қызметтік лифтмен көтерілейік, менде карточка бар ғой, деді Меруерт күліп. Айна алайын. Гаухар маржандай тістерін көрсетіп күлді. Маған бір демалыс сыйлайтын болдың. Бауырың мен болашақ келініңді шақырып қойсаңшы, өздері таңдап алсын. Апай, мен тек кредитке ғана аламын. Мені ренжітпеші, айналайын. Айтпақшы, әлгі Дима бүкіл қаланы шулатып іздетіп жатқан шығар, деді де лифтіге кіріп бара жатып. Ағай ренжіп жүрмесе, деді Меруерт. Ренжімейді, ағаларын күледі де қояды. Олар 3-ші қабаттағы жас жұбайларға арналған салонға келді. Келушілердің қарасы көп емес екен. Сатушы қыздармен Гаухар жыламандасып жатыр. Халдерің қалай, қыздар? Жақсы апай, деді бәрі. Өз қалыңыз қалай? Рахмет.
Кәне Мика, бауырыңа телефон шал, тезірек келсін. Меруерт ұялы телефонын алып, бауырымен сөйлесе бастады. Апай, өткен айымыз табысты өтті, деді әкімші қыз Айнұр. Осы маусымда ғана 50 жұпқа той киімдерін саттық. Тек мына тігін цехына 1-2 машина алмасақ болмас. Клиенттеріміздің шалбарларының балағын, көйлегінің жеңін қысқартуға үлгермей жатырмыз. Алан Рахметовичке жазбаша хабарлама салғанмын. Ағаларыңның қолы тие бермейді, маған айтқандарың жақсы болды. Кәне, Италиядан әкелген костюмдерді көрсетші. Ел алып жатыр ма? Әрине, түрік өнімдеріне қарағанда сұраныс бағасының қымбаттығына байланысты сәл аздау. Айнұр, осы сені кімге ұқсайды десем, әнші Мақпал Жүнісовадан аумайсың ғой, деп әзілдеді. Бәрі солай дейді, деп Айнұр күлді. Сен өзің қай жерден едің? Үржардан. Осы сіңлім неткен сұлу десем, бал мен алма жеп өскен екен ғой, деп күлді. Рахмет, Гаухар Өмірзақовна, сіз де сондай әдемісіз. Сатушы, мұнда келіңізші, деген әйелдің дауысы шықты. Айнұрдың топ модельдер сияқты жүрісіне қарап, нағыз сұлулық этикасы, біздің қазақтың қыздарының бәрі жүріс-тұрысы, мінездері осындай болса ғой, деп ойлады Гаухар. Сіздерде ерекше қымбат екен. Бізде эксклюзивті тауарлар. Баламыз үйленетін еді. Қатарынан қалмасын деп едік. Аздап болса да жеңілдік жасамайсыңдар ма? Мен 5% төмендете аламын. Ал сіз біздің хозяйкамен сөйлесіңіз. Ол кісі тамаша адам. Гаухар олардың даусын естіп тұрғанмен, екі көзі орта бойлы, шашы бұйра жас жігітте. Қайдан көрдім бұл баланы? Әлде біреуге ұқсаттым ба? Кімге? Өзіңіз сөйлесіп көріңіз. Айнұрдың дауысы анық естілді. Сәлеметсіз бе? Деп жанына келді әйел. Сәлеметсіздер деген Гаухардың өне бойын ток соғып өткендей болды. Құлағы шыңылдап, сол шақта ештеңе естімегендей. Тыңдап тұрмын, деді күлімсіреген болып. Баламыз үйленуші еді, деп толықша келген келіншек жарқылдай күлді. Сіздерде арнайы жеңілдіктер болмай ма? Тым құрмаса 20% дегендей. Кімге ұқсайды мына бала? Кімге ұқсайды? Гаухар, сен бе? Деген ер адамның дауысын естіп селк ете түсті. Иә, танымадым. Өмірзақовна, мені танымадың ба? Гаухар шашағарып көзінің алды қалталанған орта бойлы мығым жігітке таңырқай қарады. Қайратпын ғой. Не? Ой, Қайрат, бұл сен бе? Қанша жыл болды ғой? Мектеп бітіргеннен бері көргенім осы, кешірерсің. Ол міне, менің ұлым, жолдасым Алтын. Алғашқы қызығымыз ғой, дос бар, дұшпан бар дегендей, Асылбегімнің тойына дайындалып жатқан түріміз. Толықша келіншек тепсініп, мол денесі ірк-ірк етіп, мойын тамыры көгеріп, қыстығып сөйлей алмай, көзі шарасынан шығардай, ызаға булығып, әп-сәтте өзгеріп шыға келді. О, сенің ұлың болса не керектінің бәрін сыйға тартамын. Бала кезден бірге өскен досымсың ғой, деді Гаухар Қайратқа күлімсірей қарап. Біз қайыршы емеспіз, кім деп жүрсіңдер? Мен бар жоғы скидка сұрағаным ба? Деп күйеуінің қолынан жұлқылады. Кешіресіз апай, сіз өзіңіз кіммен сөйлесіп тұрғаныңызды білесіз бе? Деді Айнұр дауысын қаттырақ шығарып. Ақырын сөйлеңіз. Білем. Ал сендер кімнің кім екенін білмейсіңдер. Жүріңдер, деп долданған әйел күйеуі мен баласын жұлқылап жүр. Кешірерсің, деді Қайрат құлағына дейін қызарып. Охрананы шақырайын, деп Айнұр қолын соза бастап еді, Гаухар оның білегінен ұстады. Қоя ғой. Не деген мәдениетсіз әйел? Гаухардың тамағына өксік тығылды. Бұлардың жанына қайтадан келген Меруерт аң-таң боп қалды. Айнұр, не болды? Әй, бір жанды қатын. Бауырларың келе ме? Деді Гаухар бойын тез жинап. Айнұр, менің атыма $3000 тауар чегін жазарсың. Ағаң екеуміздің жас жұбайларға сыйлығымыз болсын. Рахмет апай, деп Меруерт ұялыңқырап қалды. Апай, деді Гаухардың жанына қайтадан келген Асылбек соңына бір қарап қойып. Мамама ренжімеңізші, сіздерге салмақ салмайын дегені ғой. О, не дегенің айналайын? Папаңның денсаулығы қалай? Деп сұрап қалғанын өзі де білмей қалды. Өткен жылы бір инфаркттен қалды әйтеуір. Сіз сондай әдемісіз апай, бізге ренжімеңізші, деп Асылбек қоштасып кетіп қалды. Мынадай мәдениетті жігіттің шешесі ана көкбет әйел дегеніне сене алмай тұрмын, деді Айнұр оның соңынан қарап тұрып. Апай, дегенмен кредитке алсам дұрыс болар еді. Мика! Гаухардың даусы қатты шыққаны соншалық, екі қыз селк ете түсті. Айнұрдың көзі бақырайып кеткен. Апай, деді екеуі қосарлана. Мені лифтмен төмен сүріп жіберіңдер, кафеде отырамын, біраздан соң келіңдер. Меруерт қолдары дірілдеп карточканы құрбысына әрең берді. Кафеге қызмет бөлмесі жағынан кірген кезде қыздар оған жапа тармағай амандасып қарсы алды. Гаухар ас мәзірін сұрады да шеткі орындыққа барып отырды. Не қалайсыз? Қызыл шарап тәттілерден болса.
Жоқ, тұра тұр, жүзім болса. Даяшы қыз оның шарап сұрағанына таңырқаған білдірмей барға қарай бұрылды. Гаухар бір бөтелке француз шарабын әп-сәтте орталап тастады. Қайрат, сенмен осылай кездесемін деп ойладым ба? Сіздің мұныңыз не? Мен бәрін шеф қайтамын. Дима төбесінен төніп тұр. Айтсаң айт, сенің қолынан одан басқа не келеді? Бар айт, содан бірдеңе шықса. Ал мен болсам сенің маған 2 жыл бойы $5000 қайтармай жүргеніңді айтамын. Кешіріңіз, деді Дима тұтығып. Менің әйелім ауру ғой. Мен де аурумын, деді Гаухар ызалана күліп. Сіз бе? Деді Дима таңырқап. Мұндай сөзбен қалжыңдауға болмайды. Бар, Меруертті маған шақырып кел. Телефон шырылдады. Алло? Жаным, деді күйеуі. Бүгінгі күнді еркелікпен бастағаныңа ризамын. Кешкі банкетке кешікпесең болды. Сені сүйем. Гаухар үндемеді. Күйеуі тағы да біраз жылы-жылы сөздерін айтып жатыр. Тыңдағысы да, естігісі де келмейді. Ол Қайратты ойлап отыр. Қайрат қаншама жыл өткен соң осылай кездестік пе? Барда жүрген қыз музыка қосты. Күйеуі жылы-жылы сөздерін айтып жатыр. Ол естіп тұрғанмен ештеңе ұққан жоқ. Тек Қайратты ойлап отыр. Қайрат, қаншама жыл өткен соң кездескенімізде әңгімелесе де алмадық қой. Мұғалім деді Гаухар. Ұйықтап қалдыңыз ба? Қақпаны біреу қағып тұр. Не? Алан орнынан әрең тұрды. Қорықпа, қазір. Киініп сыртқа шығып кетті. Сол сәтте Гаухар орнынан неге тұрғанын өзі де білмейді. Бойынан қорқыныш жоғалып кетті. Сұп-суық еденді жалаңаяқ басып есікке жақындады. Сен қайдан жүрсің? Деді Аланның дауысы. Мұғалім, тыңдаңызшы мені. Мен Гаухармен сөйлесуге келдім. Кет, оңбаған. Еще ішіп алғансың. Сені соттатпағанымызға айтқан рахметің бе? Мұғалім, мен емеспін. Құдай үшін Гаухармен тілдесейінші. Ол үйде жоқ. Оның үйде екен жүрегім сезеді. Мен оны сүйемін. Мә, саған иттің баласы. Ұрыңыз мұғалім. Өлтіріп тассаңызшы мені. Мен Гаухарды сүйемін. Мә, саған иттің баласы. Гаухар төсегіне барып жатқанын өзі де білмейді. Жылаған жоқ. Сол түні Гаухардың көзінен жас шықпады. Жүрегі жылаған еді. Меруерт келді. Екі көзі қып-қызыл, жылағаны көрініп тұр. Айнұр жұмыстан шыға алмады. Отыра ғой айналайын. Сен маған ренжіп қалдың ба? Жоға, деді Меруерт жыламсырап. Сізге ренжімеймін. Келмей жатып әлден осындай. Бізге қандай келін болмақ? Әке шешесіне де киім-кешек алмақ. Онымен қоймай, бір бөлмелі пәтеріңізді бізге сыйға беретін шығарсыз дейді. Ол айтпаса да ініме өзім де беретін едім. Енді бермейтін болдым. Иә, қазіргі жастар. Бауырыммен бүгін жақсылап сөйлеспесем болмас. Әлден бұлай болса, бара-бара не болмақ? Қайтесің жастардың арасына түсіп? Уақыт өте келе бәрі орнына келеді. Сіз солай ойлайсыз ба? Алан Рахметович екеуіңіз үйленген кезде сіздерде осы дүниенің бәрі бар ма еді? Біз үйленгенде ме? Деп Гаухар терезеге қарап кетті. Есіне. Қуанышы қойнына сыймай сыртқа шықса, мұғалімі күтіп тұр екен. Қолында 2 үлкен чемодан, өзі сондай көңілді. Гаухаржан, дипломың құтты болсын, деп бетінен сүйді. Өне бойын ток соғып өткендей болды. 4 жыл бір үйде, бір бөлмеде тұрса да, қолынан ұстап көрмеген ер адамның күтпеген жерден бетінен сүйгенін неге жорырға білмей, екі беті қып-қызыл боп кетті. Ағай, айналайын, енді біз жалдап алған пәтерге бармаймыз. Енді қайда барамыз? Біздің той сенің өз үйің болады. Қалай? Жүре ғой, деді мұғалім күліп. Баяғыда біреу айтыпты ғой, лашық болса да, өз үйім кең сарайдай боз үйім деп. Кеттік. Олай-жылай дүкеннен бір шампан, оны-мұны алып трамвайға отырып, қаланың шетіндегі Затон ауданына келді. Ойын Меруерт бөліп жіберді. Апай, деп Меруерт саусақтарын жазып, оның көз алдына шеңберлеп өтті. Мені естіп отырсыз ба? Деп Гаухар күлді. Иә, не айтып отыр едік? Сіздер үйленгенде. Қу қыз, бәрін біліп алмақсың ғой. Одан да өзің қашан тұрмыс құрмақсың? Апай, Меруерт аппақ тістерін көрсетіп күлді. Суретші жігітіміз әлі өзінің ұлы туындысын салып біткен жоқ. Иә, деді Гаухар күліп. Ақберен досың менің портретімді салып, жүзімнің жартысын қап-қара қылып қойып еді ғой. Ой, сонда ағаңның ақшасын төлеуін төлеп алып, сол күні-ақ отқа жағып жібергені. Меруерт қызарақтап төмен қарады. Шарап ішемісің? Деді Гаухар оның ыңғайсызданып отырғанын байқап. Жоқ апай, жұмыс көп қой. Сіз де ішпей-ақ қойыңыз. Бастық білсе ұрсады. Ол кісінің ішкенін көрмеппіз. Микажан-ай, ағаларың алтын адам ғой. Маған ешқашан ұрысқан емес. Бірақ мен саған бір қызық айтайын ба? Деп Гаухар жан-жағына қарап алды. Айтыңыз, деді Меруерт. Осы сауда үйін ашқан жылы болар.
мәрмәр теңізінде демалдық қой. Кешкісін ресторанда вискиден бір-екі ұрттап еді. Güzel, güzel деп түріктің беші қызының артынан қалмай қоймасы бар ма? Қойыңызшы апай, біздің бастықты мазақтамаңыз. Я вам не верю. Шын айтам деп күлді Гаухар. Ертеңінде ағаларың менен ұялып тығылғанын көрсеңдер, аяп кеттім. Әдіс болып, жаным, күнім деп сол күннен бастап сөйлей бастадым. Неге екен білмеймін, әдет болып кетті. Жаным күнім демесем, ағаңмен әңгімем жараспайтын сияқты деп күлген болды. Меруерттің есіне дауыс көтеріп сөйлеген әйел түсті. Бағанағы клиенттерді түсінбей қалдым ғой. Жаңа ғана күлімсіреп отырған Гаухардың өңі әп-сәтте бозарып кетті. Үн-түнсіз отырды да. Диманы шақыр, үйге қайтамын, деді. Меруерт оның түрін көріп шошып кетті. Қазір апай, деп орнынан тез көтерілді. Сол түн болмағанда Гаухардың тынысы тарылды. Достар, әңгіменің бірінші бөлімі осымен тәмам. Ертең екінші бөлімін шығарамын. Сондықтан да каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыз.